Достар, короче, сіздерге лайфхак деймін бе, полезный информация. Алдында мен бір пультпен жүрдім да, осының қасына әлде қалай болады, осы бәлен ішінде қылып талып бір бәле болмасын дедім да, екінші пульт қосайын дедім. Сөйтіп, жаңағы типа резет сияқты бәлесі бар ғой бұның, жаңағы валет деп те айтады ғой. Тамагав 90 он. Мына жерде өзі бос тұр екен. Менде ондай басатын кнопка, мынандай жерден ізде деп ютубқа бірдеңе кірсең қуып кетеді ғой. Ондай нәрсе жоқ. В общем, мына слот осы екеуіне ортасына отвертка тигізсең, мынаяқтағы лавабойдың алдындағы анау неғылатын нәрсе жыпылықтайды. Сөйтеді да т-т-т деп 5 рет дыбыс береді. Содан кейін мына пульттің екі кнопкасын басып тұрасың. 5-6 секунд ұстап тұрып жіберген кезде тиқ деп дыбыс береді. Мынаны да ұстап тұрасың артынша. Сүйесінде бұнда бір екі кнопкасын мынандай екі кнопкасын басып тұрсаң тиқ дейді да, бұл да дыбыс береді. Мен бұның қателігім бірінші осыны мен ойладым да, біреуі итак істеп тұрады, екіншісін қазір қабылдатам болды деп. Сонымен новый қабылдатқаным істеп кетті да, алдынан бері пайдаланып жүргенім істемей қалды. Сөйтсем, бұған резет берген кезде барлық пультті өшіріп тастайды екен бұл өзінің памятінен. Сөйтеді екен да, мынаны мысалы новыйдан әкелдім де қабылдатып тұрмын ғой, соны ғана қабылдайды да, бұрынғыңды өшіріп тастайды екен. Бәсене бұрынғы пультім істемей қалды десем, сонымен екеуін қазір істеп алдым. Бірақ енді оны қалай істейді? Екеуін қайтадан ана резет басып тұрасың, бір 4-5 рет тиқ-тиқ деп блок дыбыс береді. Содан кейін мынаны екеуін басып тұрсаң қабылдамайды оны. Сол кілт ашық тұрған күйінше, мынау тиқылдағаннан кейін жаңағы екеуін мен түйреуіш пайдаландым, екеуін мына жерге тигізіп тұра салуға. Осы түйреуішті тағы басып тұрып едім, ол кезде тиқ деп дыбыс берген жоқ. Бірақ анау жердегі ана жыпылықтайтын бәле бар ғой. Сол біртүрлі бір-екі рет жанып сөнді ма, 3-4 рет жанып сөнді ма сөйтті. Содан кейін мына екеуін бастырыптың дыбыс жоқ. 5-6 секунд, 7 секунд болып баратыр. Жібере салып едім, тиқ деді. Оқ дедім да, дыбыс берді. Значит, реакция бер дедім да, реакция бар дедім да, екіншісін қостым. Сөйтіп бұнда басып ұстап тұрдым, жібердім 5-6 секундтан кейін. Бұл да тиқ деді. Содан кейін кілт жаптым. Сонымен енді шүкір. Қазір результат жақсы. Бисмилля. Бастың. Құлыптады. Екінші пульт. Кетті. Бірінші пульт. Ашып тұр. Екінші пульт. Жауып тұр. Шүкір, жақсы, әдемі. Пайдалы ақпарат ютубқа салып қоям, әлеуметтік желілерге. Көріңіздер. Пайдаларыңызға жарасын. Көлік. Қарапайым көлік қой кәдімгі. Ойбай, ештеңе жоқ әйтеуір. Біреуден ілгері, біреуден кейін. Мың болғыр Ауди ғой.